Адамның ең ұлы қасиеті бақытты болуға талпыну. Қайғыны жалғыз көтеруге болады, бірақ бақытқа екеу керек. Әр адамның мінезі басқалардың бақытына әсер етеді. Демек ол пайда немесе зиянын тигізетін сипатқа ие. Ең ғажап қала ол адамның бақытты болған жері. Қолынан келетін істеуге тиісті ісін істей алатын адамды бақытты әрі тамаша адам деуге болады. Сезім әлемінде бір ғана заң бар: сүйгеніңе бақыт құрау. Бір адамды бақытты етіп, жүзіне мұң көлеңкесін, жанына қайғы ізін түсірмеу әркімнің қолынан келеді. Махаббат деген қасиетті күш. Дүниеде махаббат болмаса, адам баласы қуаныш пен қайғының, бақыт пен бақытсыздықтың не екенін білмей өтер еді. Бақыт қонған ерлердің әрбір ісі оң болар. Дәулетті күнге артылып, не қылса да мол болар. Бәрінен де тек қана өзіне бағынышты адам бақытты. Біз бақытты болмай, ол сөзді қолдануға құқылы емеспіз. Біздер бақыт өзі келеді деп күтпей, керісінше оған өзіміз қол жеткізуіміз керек. Қуаныш пен бақыттың жанымызға терең бойлағаны соншалық, оған үнемі ынтығамыз да тұрамыз. Бақытты адамдардың ұстамдылығы баянды, сәттілік сыйлаған сабырдан тарайды. Бақытты болған жеріңізге ешқашан қайтып оралмаңыз. Қайда жүрсеңіз де өзіңізді бақытты сезініңіз. Ал белгілі бір жерге қайтып барсаңыз, онда бәрі құриды. Кім өзін құрметтесе, сол бақытсыз, бірақ оның есесіне өзіне әбден көңілі тоқ адам ақылсыз. Егер Құдай сені бақытты еткісі келсе, қиын жолдармен жүргізеді, өйткені бақытқа оңай жолмен жету мүмкін емес. Рухани жағынан сұлу адамдар, бұлар ең алдымен бақытты адамдар. Балалық шақта бақыт алдымнан күтіп тұрғандай көрінетін, қартайғанда оның тек өтіп кеткендігін сезінумен ғана шектеледі екенбіз. Бақытты іздеп табамын деп байбалам салмай-ақ қойыңыз, өйткені бақыт деген сіз тек оған жету үшін барлық қырыңыздан көріңіз. Бақыт дегеніміз бұл сіздің ойлағаныңыздың, айтқаныңыз бен істегеніңіз ісіңіздің өзара үйлесімі болуы. Адам кім болса да еңбек етіп, терге шома жұмыс атқаруы тиіс. Өмірдің мәні мен мұраты, оның бақыты мен мақсаты осында. Егер еңбекті таңдап алуда сіздің жолыңыз болса, және осы жолда өміріңізді сарп ететін болсаңыз, онда сіз бақытты болғаныңыз. Өз бақытын бағалай білмеген адам бақытсыздыққа ұшырайды. Кімге мына 5 нәрсе берілсе, ол адам бақытты: деннің саулығы, сенімді болуы, ризықтың көптігі, мейірімді және сенімді жар, сабырлық сезімі. Адамның басына қонған бақыттың тұрақты болуы жақсы мінез құлқына байланысты. Мінез бен ақыл жарасса, адамгершілік ұтады.